Артистер, блогерлер осы саясатқа араласпай қойса екен деген бір ойлар бар. Сіздің бұған көзқарасыңыз қалай? Енді біріншіден елдің адамы оның мамандығына қарамау керек деп ойлаймын. Ең бастысы ол адам сауатты болу керек, ол саяси сауатты болу керек, интеллекті жоғары болу керек, оның жоғарғы білім дипломы болу керек. Жалпы халықтың жағдайын түсінетін адам болса, ол мамандыққа қарамайды деймін. Сіз өзіңізді сол қатарға қосасыз? Енді мен осы уақытқа дейін жарты ғасыр өмірім оқумен өтті. Мен сахнамен бірге білімді қатар алып жүрдім. Дегенмен депутат болуға қарсы емессіз. Уақыт келді деп ойлайсыз? Бұл жерде депутат болған кезде адам шен қумайды, ат қумайды, атақ қумайды. Белгілі бір көкейтесті мәселелер болады. Өмір бойы мен соны жасай алмадым ау деп. Жаңа сіз байқасаңыз, мен сахнаға әрең шықтым. Иә, білеміз ғой. Сондықтан менің көкейімде 21 жастан бері қозғайтын мәселем бар. Сол мәселенің сөресі мүлдем бос тұр. Ол сау адамдардың санасына кіріп те шықпайды. Дыбысыңды шығарма, Тамараса. Тіпті тілімді кессең де бас кеспек жоқ, ескертіп қояйын саған. Қайдағы саған депутат құрылтай саған. Халық үшін бір затты тұра алмаған адам ол жерге барудың қажеті жоқ саған. Ол жерге барғанда не істейсің? Орындықты саз тастама, екеуің ана екі келіншек Ашаматай екеуің орындықты саз туға барасың ана осырып ішіп жеп не жетпейді саған. Қыдыр шеш, одан да әніңді салда қыдыра бер. Теңі білмейміз. Саған бізге неге Ашаматай тағы бірдеңе атай-патай керек жоқ бізге. Ана әділетті Қазақстан, мәділетті Қазақстан деп қайдағы жоқ бірдеңелерді құрып алып атыңызға заттарың сай емес. Қазақша соғу. Қазақстан сендерге ойыншық емес. Қазақстанды құру үшін біздің ата-бабамыз жер жастанған, түсінікті ма? Сендерге біздің болашағымыз бұлыңғыр емес қой, болашағымызды ойлау керек. Ана балға жиналған арақ соғудың қажеті жоқ ол жерге барып. Апамның күйеуімен екеуі жүрді дейді. Енді бір жерін ашып қойса, ол бала жас. Оны бұлдан несі болса, анам жездеңнен көрді. Жездең көзі түсек сүз жіберген болып тұр. Ол мысалы баян не деп сені ренжисің, ол қыз бейдеп күліп отыр. Бұл адам деген бар ғой, негізі текті адамдар сөзі ондай болмау керек қой. Күттей бірінші класстың баласына әңгімесін айтып бейдейді. Бізге келгенде сен юбка қысқа болып киіп келдің дейді. Сен қысқа киіп келдің деп ұрысып, ты что, зачем так, нельзя, ты же красота, нельзя деп оны бұтын жапқан жоқ қой. Ол қысқа ештеңе емес, туысымен билетіп қойған ғой. Анаусын мұғайым бола сайын қысқартып жіберген. Сөйтіп отырып еще ренжиді. Ана апамның күйеуімен екеуі жүрді дейді. Енді бір жерін ашып қойса, ол бала жас. Оны бұлдан несі болса, анам жездеңнен көрді. Жездең көзі түсек сүз жіберген болып тұр. Ана жылтырап. Енді біреудің көтені ашып алып, өздерін жылтырап алдына қойып қойса, жылтырап тұрған. Қызығып кеткен да құрсын. Қайта бұл қыз сендер сотқа бермегені рахмет еді. 18-де қызды шуылдатып жіберіпсің. Сіз қызық екенсіз, сіздің концертіңізге мүмкін ол барды ұстазым деп. Сен оған ана 4 қыз қысап шешінесің. Сен ондай киімге қарсысың, мен білем ғой сен. Енді кеп жұттың анда жалғыз мөлдір талап жеп жатсыз. Баян ханым, тоқтатыңыз, шешсіз. Қазақ аруларын білім өткенде ұрысқанды ескертіп, ол намысын қорғауға ешқашан жалықпаймын деп. Болды ғой сен, жетер. Мөлдірге олай тиісуге ешқандай қақыңыз жоқ. Мөлдір жас кезінде болғаны, ол жас кезінде бәріне де болады ондай. Жасың 50-ге келгенде сен өзің жия алмай жүріп, кімге пір боласың дейді. Кімге күліп отырсың? Жыртықсың ғой сен, ол тесік ал. Кімге күліп отырсың? Жыртық тесікке күліп деп отырсың ба? Сіз тоқтатыңыз шеш олай. Ол қазіргі мөлдірдің сипаты нағыз қазақ қызының арудың сипаты. Кез келген адам түзелуге құқы бар. Сіз қызық екенсіз, сіздің концертіңізге мүмкін ол барды ұстазым деп. Сен оған ана 4 қыз қысап шешінесің. Сен ондай киімге қарсысың, мен білем ғой сен. Енді кеп жұттың анда жалғыз мөлдір талап жеп жатсыз. Баян ханым, тоқтатыңыз, шешсіз. Ашық-шашық киіну ол кезде білмеймін, мүмкін сән болды ма, мүмкін мен өзім жеке басым жастықпен мән бермедім бе, әйтеуір соны кидік. Енді қазақ қызына ол ерсі болды, ата-анам әрине қарсы болды, әкем қарсы болды. Енді бірақ топқа келген кезде жаңағы продюсермен келісім шарт бар. 2 жылға біз бастапқыда келісім шартқа қол қойғандықтан әйтеуір етіп бүйтіп сол 2 жылды өткіздік.
бірақ 2 жыл өткеннен кейін топтан мен кеттім. Посмотрите наш суперстар, в чем она там. Она там же в коротенькой юбочке. Она же говорит всей стране, что суперстар сделал ее звездой. Первая из десяточки и вылетела. Ее показали 2 раза по телевизору, и она, Ялмай, Казармай, говорит, я стала Мульдыр Аулибекова в суперстаре. Молечка, ну зачем уж так на всю страну врать? Бірақ мені қайтадан шақыртты топқа. Содан кейін кішкене ашық-шашық киінуді біз доғардық. После позорного ее ухода позвонила ко мне и сказала: Баян, я хочу с вами встретиться. Я человек добрый, сказала: хорошо. Она пришла ко мне страшно худая, в глазах ее была просто тоска, печаль. Она мне сказала: я хочу попросить у вас прощения. У меня ничего не получается, у меня ничего не прет ни в творчестве, ни в личной жизни. Возьмите меня сольно. Я сказала: Мульдыр, я не могу тебя взять сольно, я возьму тебя только в кешье. Потом она начала имитировать давление. Мы поехали, как сейчас помню, в Баян-Аул. Я была с ними. У нее резко поднялось давление. Потом приехала скорая, а скорая вышла и сказала: нет у нее никакого давления. Потом она там же подвернула ногу, чтобы не выходить, чтобы сорвать наше выступление. Да, она вернулась, но я только сольная певица, я королева. И мне девочки сказали: она при вас хромает, а без вас за ворота выходит, идет там за макси-чаем там, или за лимонадом и идет совершенно спокойно. И сняли мне это на видео. Вот, посмотрите, она вышла, и она совершенно нормально идет. Сколько в человеке абсолютного двуличия. Ровно после этого я сказала: Мульдыр, мы с тобой расстаемся, я не могу работать с такой неадекватной певицей.